Сәлем, менің сүйікті оқушыларым, сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз БЖБ-2, яғни 1-тоқсандағы бөлімдік жиынтық бағалаудан екінші тараудың орындайтын боламыз. Біз екінші тарау Living Things өткен болатынбыз, Living Things тақырыбын өткен болатынбыз. Олай болса, БЖБ-2-ні орындаймыз. Қараймыз парағымызға, ол жерде екі тапсырма берілген. Бірінші reading, оқылымға байланысты тапсырмалар, екінші writing, жазылымға байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші task 1, read the text carefully and complete the task below. Бірінші тапсырмада бізде мәтін берілген, логумс туралы, яғни мәтін жазылған. Біз мәтінді мұқият оқып аламыз да, астындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Мен қазір оқымаймын, өте ұзақ болып кетеді, сондықтан міндетті түрде оқып шығындар оқушылар. Олай болса, астындағы тапсырмаларға қараймыз. Бірінші тапсырмада read the text again and choose the best title. Яғни мәтінді жақсылап тағы да оқып шық дейді, және мәтінге ең жақсы тақырыпты бер дейді. Яғни 3 тақырып тұр. A logum has a very big tail. B. Strange animals logums. Және C. Plants of planet dental. Яғни біз тақырыпқа қатысты болу керек, сондықтан бізге B жауабы дұрыс келеді екен. Strange animals logums деген тақырыпты таңдайтын боламыз. Енді астындағы тапсырмаға қараймыз. Match the halves of the sentences. Яғни мына сөйлемнің жартысын жазу керек екенбіз оқушылар. Жартысын сәйкестендіру керек екенбіз, Бірінші сөйлемнің жартысы logums are animals. Сәйкес келеді бізде B нұсқасына from the planet dental. Мен бұл сөйлемдерді мәтіннің ішінен алып жатырмын оқушылар. Екінші each food has A жауабы 3 big toys. Және үшіншісі there are 4 C жауабы келеді sharp teeth in the mouth. Міне, бірінші тапсырманы осылай орындаймыз оқушылар. Енді келесі тапсырмаға қараймыз. Task 2 writing. Write a short paragraph of 4 sentences to complete the story using the picture below and the words from the box. Check your sentences. Қорапшаның ішінде сөздер берілген және суреттер берілген. Ал астында мәтін тұр. Сол мәтінді аяқтау барысында біз қорапшаның ішіндегі сөздерді алып отырып, суретке қарап, 4 сөйлемді құрастыру керек екенбіз, Яғни happy family тақырыбы берілген және мынау қорапшаның ішінде green tail, long leaves, ұзын жапырақтар, long brown tail, қоңыр ұзын құйрықша, the same brown hair, ұқсас қоңыр шаштар, blue tie, көк галстук, the blue roof and the green door, көк шатыр мен жасыл дуал деп, жасыл есік кешіресінде. Осылай сөздерді біз жазу керек екенбіз, Бірінші сөзге мен былай жаздым. This is a palm, it has long leaves. Яғни пальма, Екінші, there are 2 girls, they have the same brown hair. Үшінші, this is a doctor, he has a blue tie. Және төртінші, this is a lion, it has long brown tail. Міне, екінші тапсырманы толық осылай жазып алады екенбіз оқушылар. Егер де түсініксіз болған жерлер болса, онда комментариядан сұраймыз, жазамыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.